балық қайдан шықты? Сөйтіп отырғанымда, «Ей, Ахмедидің мискин, қайдасың?» деп мені іздеп жүрген Әбу Насыр ас-Сояттың даусын естідім. Қарасам, жүзі өте қуанышты екен. «Не болды?» дедім. Ол болса, «Ей, Ахмед, үйіңе қайыр мен байлық келді» деді. Мен, «Субханаллах, ей, Әбу Насыр, балық қайдан шықты?» деппін. Досым мына бір оқиғаны айтып берді. Өзіңе кездескен соң бір қайыр қылушы Мухсиннен саған беретін қарыз таптым да, тамақ алып үйіңе бармақшы болдым. Сөйтіп, тамақ пен ақшаны алып үйіңе бара жатыр едім. Жолда бір саудагер, мискин Басриді танитын адам бар ма деп жар салып тұр екен. Жиналған жұрт танымаймыз десті. Біз мискин Бағдадиді білеміз, ол емес пе? Деп сұрады. Жар таратушы адам, маған мискин Басри керек деп тұрып алды. Сенің әкең мискин Басри болғанын, мұнда келген соң мискин Бағдади атанып кеткенін білуші едім. Оған айтып бердім. Ендеше ол қайда? Деді саудагер. Мен ол кісі не үшін қажет деп сұрадым. Әлгі адам былай деді. Мен Басырлақ саудагермін. Мискин Әл Басри деген адам осыдан 30 жыл бұрын маған біраз дүние берген еді. Мен ол ақшаны зая кетіріп алдым да қайтаруға шамам болмады. Ол кісіге әзірше ақшаңызды қайтаруға шамам жоқ. Басқа жерге барып кәсіп етейін. Қашан ақша тапсам, Алланың ризашылығы үшін қайтарамын дедім. Ол кісі келісімін берді. Сөйтіп, сауда ісімен айналыстым. Қаншама қиындықтардан кейін Алла қайырын берді. Мискин Басриге ақшасын қайтарып беруге қолым тимеді. Әркез саудада болдым. Ол кісіге беретін үлесті саудаға жібердім. Қыруар ақшаға айналды. Мына керуен түгелімен сол мискин Басридікі. Түйелер де, алтын, күміс, киім-кешек барлығы мискин Басридің дүниесі. Осының барлығын Басраға алып барсам, ол кісі Бағдадқа көшіп кетіпті. Содан Бағдадқа келгенім осы еді, деді. Бұл оқиғадан кейін сені іздеп жүрмін. Керуенді еліңе әкеліп тапсырдық. Мен «Субханаллах» дедім. Егер осыны өзімізге жегізетін болсақ, балық шықпайтын еді, деген шейхтің сөзі есіме түсті. Досым екеуміз үйге бардық. Есік алдында керуен тұр. Әйел мен балам тамаққа тойып, енді пақыр кембағалдарға садақа тарата бастапты. Субханаллах. Осыдан сәл ғана бұрын пақыр едім, енді міне. Сөйтіп бірі саудагердің біріне айналдым. Аллаға шүкіршілік етіп, ізгі амалдарға ұмтылдым. Кембағалдарға, мұқтаж жандарға көмектестім. Білім үйрендім, ілім тараттым. Қадірлі жамағат, осыдан 11 жыл бұрын болған бұл хикаяны айтып беруімнің тағы да басқадай себебі бар, деді Ахмед мискин. Осыдан бұрын түс көрдім. Түсім мен ертедегі бастан кешкен оқиғаның арасында қандай бір байланыс бар сияқты көрінеді. Жиналған жұрт, «Ей, Ахмед, ол түстің бізге айтқан оқиғаға қандай қатысы бар? Алланың саған рахметі болсын. Оны да айтып беріңіз», деп өтінді.